Балалар, бүгін біз сендермен тыныс алу жүйесінің анатомиясы мен физиологиясын талдаймыз. Солай ғой, да? Өздеріңде кішкене үйде кішкене дайындалып келдіңдер, да? Мен қарап дайындалып келдіңдер деп едім ғой. Да. Тыныс алу жүйесін біз қандай екі топқа бөліп тұрмыз? Тыныс алу жолы и давайте, тыныс алу жолына бізде не жатты? Мұрын қуысы, носовая полость, кавитас нази, одан кейін жұтқыншақ, фарингс, одан кейін көмей, ларингс, көмейден кейін кеңірдек, трахея и бронхтар. Бронх бізде как бронх талы сияқты болып кетті, да? Сөйтіп біз ең ақыр аяғында давайте бронх талын талдап кетейік. Бронх талын біз қалай айтып едік, қалай талдамап деп едік? Кеңірдек қай жерге келгенде бронхтарға бөлінуші еді? 4-5 кеуде омыртқасының тұсына келгенде, вот мына жерден қарайтын болсақ, 4-5 кеуде омыртқасының тұсына келгенде тақтадан да көрсеңдер де болады, да? Тақтаға да қарайықшы бұл жерге, да? Анау кімнің басы берем, да? Мына жерден де қарап тұрсаңдар, көріп тұрсыңдар. Значит, кеңірдек 4-5 кеуде омыртқасының тұсына келгенде екі бас бронхтарға бөлінді, да? Так, мына жерде қарасаңдар, вот кішкене бірінен бірі өзгеріп тұрғанын көріп тұрсыңдар ғой, да? Значит, оң жақ бас бронхымыз ол қысқа, кең, және ол кеңірдектің тікелей жалғасы болып кетті. Ал сол жақ бас бронх бізде кеңірдектен бұрыш жасап бөлді, ұзын, тар болады, да? Біз бұның клиникалық мағынасын түсінуіміз керек. Егер тыныс жолына бөгде зат түсіп кететін болса, қалай ойлайсыңдар? Қай жаққа кетіп қалуы мүмкін? Неге? Себебі кеңірдектен ол былай қарай сырғи салады ғой, оңай. Но енді ол прямо 100% бөгде зат оң жаққа кетіп қалады деген емес, ол сол жаққа да кетуі мүмкін. Но жиі, да? Бөгде заттың да кетіп қалуы мүмкін жиі, и шаң тозаңның да, вирус, микробтардың да көбінесе осы жаққа кетіп қалуы мүмкін. Поэтому мы всегда говорим, да, правосторонний бронхит, правосторонний пневмония деп айтамыз. Сол анатомиялық ерекшелігіне байланыстылығы екенін байқап тұрсыңдар. Одан кейін өкпенің қақпасынан кіргеннен кейін бас бронхымыз оң жақта нешеге бөлініп кетеді? Неге үшке бөлінді? Себебі оң жақ өкпе 3 бөліктен тұрады. Каждый бөлікке бару керек қой. Поэтому мына бронхты біз не деп айтамыз? Екінші реттікті бөліктік бронхтар. А сол жақта бізде өкпеміз 2 бөлікке бөлінгендіктен 2 бөліктік бронхқа бөлініп тұр, да? Одан кейін бізде бөлінеді бөліктік, әрбір бөліктің өзінде сегменттер болады ғой, да? Так, оң жақ өкпеде қанша сегмент болушы еді? 11, да? Соның жоғарғы бөлігінде қанша сегмент тұр? 3. Поэтому 3 сегменттік бронхтарға бөлінді. Каждый сегментке бару керек, да? И ортаңғы аралық бөлігімізде 2 сегмент, ал төменгі бөлікте 6 сегмент. Сонда барлығы 11 сегмент. Сол сияқты 11 сегменттік бронхтарға бөлдік. Ал сол жаққа қарайтын болсаңдар, сол жақтың жоғарғы бөлігінде 4 сегмент болғандықтан 4 сегменттік бронх шықты. Төменгі бөлігінде 6, и барлығы қанша болды сонда бұл жақта? 10 сегмент болды. Теперь әр қарай 4-ші реттігіміз. Мен қазір сендерге бір тармақтан ғана жібердім. По идее, мынаның бәрі бөлінеді ғой, түсінесіңдер, да? Тек қана мен біреуінен жіберіп отырмын. Значит, бөлік сегменттік бронхтардан кейін бөлшектік бронхтар кетеді. Бөлшектік. Тағы да кішірейіп жатыр, да, бөлшектеріміз. Олар бізде 4-ші реттік, 5-ші реттік, 6-ші реттік байқап отырсаңдар, вот 7-ші реттік бронхтар. Сөйтіп біз оттегін әкеле жатырмыз. Одан кейін 8-ші бізде қандай бронх болады? Ақырғы немесе терминальды бронх деп айтамыз, да? Одан кейін тыныс. Бұл енді бронх демейміз, потому что бұл өте ұсақ болғандықтан бронхиол, да? Тыныс, ақырғы бронхиол, немесе терминальды бронхиол и тыныс бронхиола, да? Сөйтіп біз қайда әкелдік оттегін? Ацинусқа келдік. Әрине енді өзі таза оттегі бар емес, оттегі ғана емес қой, да? Мына жерден қарайтын болсаңдар, мені көріп тұрсыңдар, ол жерде не болушы еді? Азот болатын, қанша пайыз болушы еді азот? 78%. Значит, оттегін көріп тұрсыңдар, почти 21%, да? Көмірқышқыл газы 0,03% болып тұр. Мына жерде қарасаңдар, біз жаңағы оттегін алып келдік, сөйттік та біз оны қайда бердік? Ацинустарға бердік қой, да? Ацинустар біз неден тұрушы еді бізде? Альвеол көпіршіктерінен, да? Сөйтіп біз оттегін әкеліп, ауадағы атмосфераны әкеліп, қанша көлемді әкелеміз біз?
қанша көлемде? 500 миллилитр да. Оның ат сүйінісқа жететіні қанша? 350. А тыныс жолдарында қалатыны 150. Біз оны өлі ауа деп айтамыз. Өйткені қазірдің жердегі 350-міз шыққан уақытта бұлар тыныс алуға қатыспай шығады. Поэтому ол тыныс алуға қатыспағандықтан біз өлі ауа деп тұрмыз. Значит, оттегін біз мына жерге әкелдік. Бұнда қарайтын болсаңдар мына ат сүйіністарға. Сөйтіп, ат сүйініс пен қан капиллярының арасында газ алмасу жүреді да. Яғни біз әкелген оттегін қайда береміз? Капиллярға, а көмірқышқыл газын ат сүйінісқа береміз. Значит, көмірқышқыл газы қазір жаңа оттегі қалай тыныс жолымен келсе, тура солай қайтеді, сыртқа шығады. Значит, қай бронхқа кетеміз қазір біз? Тыныс бронхиолына, ақырғы терминалды бронхиолға, потом бөлшектік бронхиол, сегменттік, бөліктік, бас бронх, кеңірдек, көмей, жұтқыншақ, хауана тесіктер арқылы мұрын қуысына келеміз, танау арқылы сыртқа шығамыз. Сөйтіп, вот этот процесс, осы процессті айтамыз біз өкпенің желдетілуі деп айтамыз. Значит, вентиляция легкого. Яғни біз екінші семестрде сендермен патологияны өткен уақытта осы желдетілудің қалып өзгеруін өтеміз. Ол қандай жағдайда өзгеруі мүмкін? Мұрнымыз бітеліп қалса да, воспалительный процесс болып, кеңірдегіміз, көмейіміз, бронхтарымызда воспалительный процесс болатын болса, ондай жағдайда всегда отек болады. Біз қабынуды екінші семестрде өтеміз, сонда тағы түсінікті болады сендерге. Сондықтан ондай отек болатын болса, ауа өзінің нормальный көлемінде жете ала ма жерге? Жете алмайды, значит, тыныс алу жеткіліксіз болады онда да. Поэтому тыныс жолы сендер байқап отырсаңдар, ас қорыту жолы ол мягкий тканьдан жасалды. Ол асты өткізетті жақы, а тыныс жолы қатты тканьдан жасалыпты да, шеміршектен. Яғни бұл постоянно ашық тұру керек. Значит, бөгетсіз ауа кіру керек, бөгетсіз ауа шығу керек, да? Одан кейінгі процесс мынау ат сүйініста жүреді. Жаңағы айттық, біз оттегін қан капиллярына бердік, ал қан капиллярынан біз көмірқышқыл газын алдық. Сөйтіп, газ алмасты да. Значит, алмасу процесі бірден бірге өту, альвеолдан капиллярға өту, капиллярдан альвеолға өту үшін олардың қабырғасы қандай ұлпадан жасалыпты? Эпителий. Значит, біз білеміз, эпителий ғана өткізгіштік қызмет атқаратын. Қай жерде болмасын өткізгіштік қызмет атқаратын жердің бәрі бір ғана қабатты эпителийден тұрады. Яғни бұл жерде бізде газ алмасты, газ алмасу процесі жүрді. Бұны біз диффузия деп айтамыз. Значит, жаңағы бізде өкпенің вентиляциясы болса, мынау диффузия. Значит, патологияда біз осы диффузияның бұзылыстарын өтеміз. Яғни біз қанға бердік, значит, капилляр арқылы біз қай тамырға береміз. Давайте осы жерде микрососудтарды айтып кетейік. Значит, өкпе артериясы ол өкпеге веналық қанды алып келді, да? Значит, артерия деп тұрмыз, бірақ ішінде веналық қан, да? Значит, кіші қан айналым, бұл кіші қан айналым шеңберінің тамыры ғой. Кіші қан айналым шеңберінің тамырларында қан керісінше, артерияның ішінде веналық қан, венаның ішінде артериялық қан. Ну, кіші қан айналым шеңберінің тамырлары өзі өкпе сабауы, өкпе артериясы, өкпе веналары ғана ғой. Ал үлкен қан айналым шеңберінде артериясында миллиондаған артерия, миллиондаған вена, венаның ішінде веналық қан, который көмірқышқыл газына қаныққан, артерияның ішінде оттегіне қаныққан артериялық қан, да? Яғни, вот ана өкпе артериясы өкпенің қақпасынан бронх сияқты кірді, бронхпен бірге, да? Потом бронхтар сияқты не істейді ол да? Тармақталады. Значит, мына келген артериямыз, вот ана артериол. Ең ұсақ артерия. Артериолдан кейін қандай тамыр кетуші еді бізде? Прекапилляр. Прекапиллярдан кейін капилляр. Значит, капиллярдан біз көмірқышқыл газын қайда береміз? Ат сүйінісқа береміз. Значит, ат сүйіністағы жаңағы келген оттегін біз тағы капиллярға береміз ғой, газ алмасып тұр ғой. Значит, капилляр, опять, давайте қазір тағы да микрососудтарды айтып кетейік. Посткапилляр, потом венула, потом вена. Әрбір өкпеден неше өкпе венасы шығушы еді? Екі өкпе венасы, да? Значит, 4 өкпе венасы қайда барып қойушы еді? Жүректің қай жағына? Сол жақ жүрекшесіне. Сөйтіп біз сол жақ жүрекшеге қандай қанды алып келдік? Артериялық қанды. Әр қарай ол қайда барады? Біз оны жүректің қызметін өткенде айтамыз, но бірақ сендер оны білесіңдер, уже айтылып кеткен да ол. Давайте кішкене есімізге түсірейік. Значит, біз оң жақ жүрекше, қазір енді оттегіне қатыстыны ғана айтып жатырмыз. Әрине, екі жүрекше бірдей жиырылып бірдей босаңсайды, қарыншалары бірдей жиырылып бірдей босаңсайды, оны білесіңдер сендер. Значит, жүрекшеміздің систоласынан қанша уақыт кетуші еді? 0,1 секундтың ішінде ол қанды қайда айдап жүруші еді?
сол жақ қарыншаға. Одан кейін не істеуші едік біз? Екі жармалы қақпақты жабамыз. Жаппасақ не болар еді? Қарынша систолаға түскен уақытта қан кері кетіп қалар еді да. Жаптықтағы енді қанды қайда жіберуіміз керек біз? Қолқаға. Значит, қолқаның басталатын жеріндегі клапанды жарты тәрізді ашуымыз керек, чтобы қанды өткізу үшін да. Сөйтіп біз қолқаға өткіздік, қолқа потом бүкіл мүшелерге оттегі не істейді? Әрине, біз тек қана оттегін алып бармаймыз, біз не алып барамыз тағы да? Қоректік заттарды алып барамыз, витаминдерді, минералды тұздарды, керек болса гормондарды бәрін алып барамыз, дәрі дәрін алып барамыз да. Значит, мүшеге келген уақытта тағы да біздің артериямыз мүшеге кіріп, тарамдалып, артериолға айналады, одан кейін прекапилляр, капилляр, вот этот капилляр теперь ұлпаға нені береді? Жаңағы алып келген оттегін, қоректік затты береді. Ұлпадан нені алады? Метаболизмнің ақырғы заттарын, это мочевина, мочевая кислота, креатин, жаңағы су и, самый главный, көміршіл газ. Сөйтіп көміршіл газын біз капиллярға береміз. Сөйтіп газ алмасты ма жерде тоже? Сонда ғана біз тыныс алдық деп есептейміз. Өйткені біз каждый 30 триллион клеткамызға оттегін апардық. Значит, яғни осы жолда ешқандай бөгет болмау керек. Тынысты жақсылап алу үшін біздің қан тамырларымыз өкпемен бірге, өкпенің ғана дұрыстығы емес, нормасы емес, қан тамырларда дұрыс болу керек. Значит, қан тамырларымыздың өткізгіштігі, олардың жаңағы жүректің жұмысы бәрі қалыпты жағдайда болған уақытта ғана біз дұрыс дем алдық деп айтамыз. Сөйтіп, оттегінің қанға өтіп, әрі қарай өтіп кету, это перфузия деп аталады. Значит, тыныс алу жүйесінің қызметі жаңағы вентиляция болды, да, сыртқы тыныс алу деп айтамыз. Егер үшке бөлес, негізі физиологияда біз беске бөлеміз. Бірақ енді үшке бөлетін болсақ, сыртқы тыныс алу, значит, жаңағы тыныс жолдарымен келді, газ алмасты да, потом тасымалдану қанмен, потом ішкі тыныс алу. Ішкі тыныс алуымыз жаңағы әрбір мүшеге келген уақыттағы ұлпа арасындағы газ алмасу. Сөйтіп тыныс алдық дедік да. Теперь енді жеке-жеке тоқталайық. Яғни мұрын қуысынан бастайық да. Мұрын қуысы бізде қалай аталушы еді? Кавитас нази, да? Мұрын қуысының қандай стенкалары болды? Мұрын қуысының. Қандай стенкалары болды мұрын қуысының? Жоғарғы қабырғасын жасап тұрған не бізде? Маңдай сүйек пен тор сүйек, да? Сына сүйек, да? Ал бүйір қабырғасын жасап тұрған қандай сүйектер? Жоғарғы жақ сүйек, мұрын сүйегі и тор сүйек, да? Ол мұрын қуысының бүйір қабырғаларын жасауға қатысып тұр. Мұрын қуысының ортан қабырғасын жасайтын бізде тор сүйектің перпендикулярный пластинкасы мен кеңсірік, сошник, вомер деп айтамыз да. Және шеміршек болады, бір тақ шеміршек. Енді бүйір қабырғасын жасауға тоже сүйекпен бірге нелерде қатысады? Шеміршектер де қатысады да. Қазір мына жерден біз көріп кетейік. Мына жерден қарап отырсаңдар, 3 жүк шеміршек тұр осында. Бүйір қабырғасын жасайтын латераль шеміршектер, танау шеміршектері и қосымша шеміршектер. Ал дәл ортасын жаңағы бөлуге қатысқан, сүйекпен бірге қатысқан это тақ сүйек, тақ шеміршек. Мына жерде сіздер мұрын қуысының бүйір қабырғасын көріп, медиалды қабырғасын көріп тұрсыңдар. Медиалды қабырғасын жасауға жаңағы тор сүйектің перпендикулярный пластинкасы, кеңсірік и бір тақ шеміршек қатысып тұр. Теперь келесі қабырғасы не болады мұрын қуысының, который ауыз қуысы мен мұрын қуысын бөліп тұрған бізде ол таңдай да. Таңдайды жасап тұрған не бізде? Ол қатты таңдай да, и жұмсақ таңдай болады. Қатты таңдай это жоғарғы жақ сүйектің таңдай өсінісімен, соның өсінісімен таңдай сүйектің горизонтальный пластинкасының бірігу арқылы біз қатты таңдайды жасап алдық. Сөйтіп, мұрын қуысының төменгі қабырғасын білдік да. Яғни, жоғары қабырғасы болды, екі латеральды қабырғасы болды, медиалды қабырғасы болды, и төменгі. Сөйтіп, 5 қабырғаны білдік па? Так, енді мұрын қуысының ішін кілегей қабат қаптап тұрады да, слизистая оболочка деп айтамыз да. Ол кілегей қабатымыз біздің қандай ұлпамен қапталып тұр? Мына жерде біз бүйір қабырғасын көріп тұрмыз мұрын қуысының. Кірпікшелі эпителий. Енді бүйір қабырғасына қарайтын болсаңдар 3 раковина тұр да. Қазақша қалқа деп те айтамыз. Орысша айтсақ раковина да. Давайте біз раковина деп есімізге сақтап алайық да. Значит, жоғарғы мұрын раковинасы, конуха назалис супериор, ортаңғы мұрын раковинасы, конуха назалис медиа. Олар тор сүйектің
құрылысына кіреді. Ал төменгі мұрын раковинасы, нижняя носовая раковина, конхоназалис инфериор, ол жеке сүйек. Помните, біз бет сүйектерін айтқанда жүп сүйек деп айтып кеткенбіз. Так, значит, әр осы бүйір қабырғаларында, латеральды қабырғасында осындай үш раковина болады екен. Әр раковинаның астынан мұрын жолдар өтеді. Помните, неше жол болушы еді? Үшеу, да? Жоғарғы мұрын жолы, миатус супериор, миатус медиа, миатус инфериор, да? Енді бұл жолдар. Жол, это значит, бір жерге барып шығатын жол ғой, соны айтамыз ғой жол деп, да? Значит, мұрын бас қаңқасында біз сендердің естеріңде бар өткенбіз, да? 4 сүйек бартында ауа қойнаулары бар. Пазухалары бар. Орысша айтсақ пазуха, латынша айтсақ синус деп айтамыз. Ол синустарда ауа болатын, да? Ауа, осы мұрынға келген ауа, осы мұрын жолдары арқылы сол қойнауларға баратын, да? Значит, жоғарғы мұрын жолы арқылы сына сүйектің қойнауына баратын, және тор сүйектің артқы қойнауына баратын. Өйткені тор сүйекті 3 қойнау болып еді ғой, алдыңғы, ортаңғы, артқы, да? Ал қалған қойнауларға, это значит, жоғарғы жақ сүйектің қойнауы, мына жерде жоғарғы жақ сүйектің қойнауын біз көрмей тұрмыз. Давайте біз оны мына жерден көрейік. Так, мына жерден қарайық. Тұрсыңдар, жоғарғы жақ сүйектің қойнауы, біз оны гаймор қуысы деп айтамыз, да? Гаймор қойнауы. Маңдай сүйектегі қойнауды көріп тұрсыңдар. И тор сүйектің мінекей алдыңғы, ортаңғы қойнауларына қай жол арқылы барады екен? Ортаңғы мұрын жолы арқылы. Ал төменгі мұрын жолына носослезный канал келіп ашылады. Значит, қабақтың жоғарғы латераль жағында мына жерде көз жасы безі тұр. Біз оны көзді өткенде өтеміз. Көз жасы безі үздіксіз тірі адамда постоянно жасты бөліп тұрады. Ол жас көздің роговицасын, фиброзды қабатын жуып шайып, мына жерде көлшікке жиналады. Көлшіктен носослезный канал арқылы мұрын қуысына барып құйылып тұрады. Егер сендер жылайтын болсаңдар, например, жас көп болады дағы, ол сыртқа да шығады, да? Мұрындарыңа да кетеді, сыртқа да шығады. Және вот аязда тұрсаңдар, далада, бұл жерде канал, может быть, спазм болып қалады дағы. Кей кезде сендер суықта тұрғанда көздеріңнен жасаған ма сыртқа? Значит, носослезный канал не істеп қалды? Спазм болып қалды, да, суықтың салдарынан. Поэтому жас сыртқа ағып кетті. Теперь ол жастың қандай қызметі бар? Тірі адамда, мысалы, бір жылда 1 литр жас бөлінеді. Егер адам 70-ке келді десек, 70 литр жас бөлінеді, да? Ол жастың құрамында лизоцим деген зат бар. Лизоцим не істеуші еді бізде? Микробтарды, дұрыс айтасыңдар, өлтіреді. Значит, мына жерде шаң тозаң, бәрі көзімізге түсіп жатыр. Бірақ бізде конъюнктивит болып жатыр ма? Қабынып жатыр ма көзіміздің жоғарғы төменгі қабақтарының ішкі беттері? Қабынған жоқ қой. Значит, лизоцим бактерияларды өлтіріп, жуып шайып, тазалап, мұрын қуысына өткізіп отыр. Так, теперь 3 жолдың үшеуінде түсіндік па, біздің қайсысы қай жерге нетілетін? Аха. Енді мына жерде мен қазір сендерге мұрын қуысын алдыдан қарағанда мұрынды салайын, да? Значит, мынау мұрын қуысының ортаңғы медиальды стенкасы, қабырғасы, да, ортаңғы. Жаңа біз білдік қой оның қандай неден жасалынып тұрғанын. Так, мынау бізде бүйір қабырғаларымыз, да? Енді вот такой дәу мұрын болайын деп тұр. Ну, ничего страшного, да? Значит, мынау сендердің нелерің, танауларың, да? Так, жаңа қабырғалардың неден жасалып тұратынын айтқанбыз, қайталамай қояйық. Мына жерде бізде қандай тесік болушы еді? Қандай тесік болушы еді? Хауана тесіктері, да, вот мұрын қуысынан өткен ауа әрі қарай хауана тесіктері арқылы қайда өтеді? Жұтқыншаққа өтеді, да? Вот ана жұтқыншақ тұр, мінекей, мына жерден қарайтын болсаңдар. Так, теперь мұрын қуысының жаңағы бүйір қабырғасындағы раковиналарды салып кетейін мен, чтобы сендерге тағы да бір дополнительно түсінік болу керек. Так, мына өзі, который жеке сүйек дедік, да? Әрбір неде, әрбір жолдан төмен, әрбір раковинадан төмен мұрын жолдары тұр ғой. Мынау қандай жол болды бізде? Жоғарғы мұрын жолы, да? Верхний носовой ход дейміз, да? Мынау бізде төменгі мұрын жолы. Байқасаңдар, стрелканы мен былай да көрсетіп отырмын, да? А мына жерге келгенде мен тек қана былай ғана көрсеттім. Байқайсыңдар ма? Неге?
Өйткені бұл жерден ештеңе ешқайда өтпейді ғой. Бұл жерден тек қана көз жасы ғана келіп тұр бұл жерге. Поэтому стрелканы мен былай қойып қойдым міне. Так, теперь, вот это у нас общий ход. Мынау. Түсіндік па? Мен ол жердің стрелкасын былай қойып тұрмын. Тоже байқап отырыңдар. Так. А где кукуручка? Ғой мына жерде. Кто-нибудь подайте мне кукуручкаларын. Ауа, мына жерден, енді пока мен оттегі деп қана қояйын, да? Значит, кірген уақытта ол мына қойнаулардың, раквиналардың арасымен өтіп, былай-былай кетті мінеки. Так, өтіп, былай-былай. Яғни, кірген ауа мұрын қуысының жаңа раквиналарының арасына өтіп, жаңағы айтқан қойнауларға ауаны жіберіп, және ол жаңағы мерцательный эпительден тұрады дедік қой. Сол жерде ол тазаланып, дымқылданып, мына кілегейдің астында бездер бар, который мұрынға сөл құйып тұратында. Және еще біздің көз жасымызда келді ғой, ол да дымқылдандырады. Яғни ауаны дымқылдандырып, тазаланып, және жылып үлгеру керек. Егер былай зу ете қалатын болса, оны үлгермейді ғой. Поэтому мыналардың бәрінің арасына кіріп, не істейді екен? Тазаланады екен, жылынады екен, және дымқылданады екен. А оны жылтатын не деп ойлайсыңдар? Тазаланады дедік жаңа кірпікшелі петель арқылы, да? Шаң тозаңдар ұсталып қалынады, да? Бездер арқылы ол ылғалданады дедік, да? Увлажняется воздух, да? А не арқылы ол жылынушы еді? Помните? Не арқылы жылынушы еді? Мұрынның кілегей қабатының астында қаптаған қан тамырларды көріп тұрсыңдар, да? Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 тамыр келіп, бәрі бірікті. Оны не деп айтушы едік біз? Тамырлардың бірімен бірін бірігуін. Не деп айтушы едік? Анастомоз. Көріп тұрсыңдар ғой мені, да? Значит, автордың атымен, бұл анастомоздың аты қалай айтылады? Кеселбақ анастомоз. Значит, ол ішкі ортадан, артериялық қан ішкі ортадан келе жатыр ғой, да? Значит, 37-36 градуспен келді бұл жерге. Значит, бұл как біздің батарейкамыз сияқты. Жаңа кірген ауаны не істейді? Жылтып үлгереді. Түсіндіңдер ма? Значит, не арқылы жылынады, не арқылы дымқылданады, түсіндіңдер, да? Ал мына стрелканы байқадыңдар ма? Жаңа мен қызылмен көрсетіп қойдым. Орталық жол деп, да? Міне. Мен былай қойып қояйын түсінікті болу үшін. Біз не істейміз ауаны? Шығарамыз ғой, да? Көмір газын шығарамыз. Оған жылыну керек па? Арасында кіріп, или тазалану керек па? Ол уже ішкі ортадан тазаланып келе жатыр ғой жаңа ацинустарымыздан. Яғни ол қай жолмен кетті сонда? Міне. Орталық жолмен кетті мінеки. Поэтому стрелканы мен былай қойдым. А кіретіндеріміздің қалай өткенін көрдіңдер, да? Так, теперь мұрын қуысының жоғарғы аймағы, ол бізде қандай аймақ болушы еді? Иіс сезу аймағында, а мынау төменгі аймағы ол тыныс алу аймағы. Екі аймаққа бөліп тұрмыз, да? Значит, жоғарғы аймағында мидан шығатын неше нерв бар еді? 12 нерв бар еді ғой. Соның бірінші нервісі иіс сезу нервісі болған. Сол иіс сезу нервісінің осы жерде нелер болады? Рецепторлары. Мына арада қарасаңдар рецепторлар тұр. Значит, ауамен кірген иісті балар. Мына жерде біз рецепторлар қабылдап алады да, бірінші нервтің рецепторлары тұр. Сөйтіп біз мына жерде торсүйектің перпендикулярный пластинкасында тесіктер бар, сол арқылы біз миға өтеді. Ол өйткені сезімтал нерв болғандықтан, да? А мынау арқылы біз ауа, жаңа тыныс алу аймағы дедік наны, сөйтіп тыныс алу аймағын қауана тесіктері арқылы біз қайда өткіздік? Жұтқыншаққа. Жұтқыншақтан ол қайда келеді теперь? Көмейге келеді. Значит, мұрын қуысының құрылысы, қызметі сендерге түсінікті болды ма? Әрине, жұтқыншақты біз аз қорытуды өтіп кеткенбіз. Поэтому қазір біз жұтқыншаққа тоқталмаймыз. Самый главный жұтқыншақ бізде екі системаның қызметіне қатысады дегенбіз, да? Ол мұрыннан келетін ауаны біз көмейге өткізетінбіз, ауыздан келетін асты біз көмейдің артында тұрған өңешке өткізетінбіз. Сонда тыныс алу жүйесі мен ас қорыту жүйесі айқасып өтеді дегенбіз, да? Оның құрылысын бәрін айтып кеткенбіз, оның қазір бізге оған қазір мен тоқталмаймын. Қазір біз тоқталамыз көмейге. Так, көмейді жасайтын, көмейдің қаңқасын жасайтын не бізде? Шеміршектер, да? Мына жерде қарайтын болсаңдар, көмейді көріп тұрсыңдар мінекей. Вот ана былай көрсетсек, былай ауа мұнда көмейге кетсе, ас былай өңешке қарай кетеді. Так, көмей бізде қай омыртқалардың тұсында тұр? Екінші, төртінші омыртқалардың тұсында тұр.
яғни қандай шеміршектер жасайды дедік жаңа біз? Жұп және тақ деп оны екіге бөліп қойғанбыз. Так, мына жерден біз қазір қарайық. Мына жерде біз көмейді алдынан көріп тұрмыз. Да? Көмейден кейін бізде не басталып кетеді? Әрі қарай 6-7 мойын омыртқасының тұсында не басталып кетеді? Кеңірдек, да? Так, мынау тұрған бізде қандай сүйек еді? Тіляс сүйегі, да? Подъязычный кость деп айтамыз. Мына жерде көмейдің біз тақ шеміршектерін көріп тұрмыз. Мынау бізде қалқанша шеміршек. Қалқан это как щит, щитовидный хрящ деп айтамыз. Ана как будто қалқан сияқты алдыға ұстап тұратын, да? Оның екі табақшасы бар. Мына жерде қарасаңдар, это көмей шодры деп айтамыз. Адамова яблоко дейді. Вот ұл балаларда ол кішкене алды қарай шығып тұрады. Байқайсыңдар ма? А мынау вот тілігі деп аталады. Мына жерде екі мүйізі тұр, жоғарғы, төменгі мүйіздері болады. Тек қана алдымен көмейдің бүйір қабырғасын ғана жасап тұр. А мынау бізде қандай шеміршек болушы еді? Жүзік, немесе сақина тәрізді дейміз, да? Алдыңғы жағы жіңішке, арт жағына қарасаңдар жалпақ. Так, мынау сақина сияқты байқайсыңдар ма? Мынау сонда алдыңғы жағы болса, мынау артқы жағы болып тұр, да? Значит, бұл көмейдің полностью алдында, артында бәрін жасап тұр, да? Поэтому бұл шеміршекті біз көмейдің негізгі основаниясын жасап тұрған шеміршек деп айтамыз. Енді мына жерде қарасаңдар, қалқанша шеміршектің артында жоқ қой ол. Тек қана жаңа айттық, алдымен бүйір қабырғасын ғана жасап тұр деп. Енді үшінші тақ шеміршек ол көмей үсті шеміршегі. Мына тұр. Надгортанник деп айтамыз. Кейбір авторлар оны көмейдің қақпақшасы деп те айтады. Неге қақпақ деп тұрмыз? Өйткені ол, мына жерден қарайтын болсаңдар, ас келе жатқан уақытта көлегейлеп көмейдің қуысына астың түйірі түсіп кетпес үшін көлегейлеп жауып тұрады. Әрине толық жауыппайды, ол көлегейлеп тұрады. Сол кезде ас сырғып, ауыздан келетін ас әрі қарай көмейге кетеді. Егер әрине біз сөйлеп отырсақ, ентігіп, тамақ ішіп отырып сөйлеп отырсақ, онда тамақтың түйірі қайда түсіп кетуі мүмкін? Көмейге түсіп кетуі. Ол деген өте опасно. Адам тұншығып өліп кетуі мүмкін. Өйткені көмейдің қуысы құм сағат сияқты. Егер мына жерге мен көмейді сызатын болсам, көмейдің қуысын көрсететін болсам, көмейдің қуысы как будто құм сағатты білесіңдер ғой, да? Вот она. Мынау жаңа көмейдің кіреберісі, мына жер міне саңылау, өте тар жер. Жаңа егер ас түсіп кетсе, осы жерге тұрып қалуы мүмкін. Мына жерде біз көмейдің кіреберісі деп айтамыз, да? Мынау дауыс асты қуыс деп айтамыз. Мына жерді үштеп қояйын, да? А мынау бізде дауыс аппараты, оны үштеп қояйын. Так, мына жерден қазір көмейдің қуысын, қазір оны көрсетемін, да? Самый главный, ас түсіп кетсе, мына тар жерге тұрып қалатын ұмытпаңдар. А егер ол әрі қарай өтіп кетсе егер, ол онда қай жаққа кетіп қалуы мүмкін деп едік жаңа? Оң жақ бас бұрынғыға кетіп қалады дегенбіз, да? Жиі сол жаққа кетіп қалады. Так, енді көмейдің тақ шеміршектеріне келетін болсақ, жұп шеміршектеріне. Тақ шеміршектерді білдік қой. Көмей үсті, қалқанша и жүзік дәріс шеміршектер екен. Ал жұп шеміршектеріміз ол көмейдің артқы жағында тұр. Байқасаңдар. Мынау мүйіз дәріс шеміршек, мына тұрған ожау тәрізді. Енді мына жерде сына тәріс шеміршек болады. Сына тәріс шеміршекті мен көрсете алмайын, потому что ол өте бірде-бір суретте мен оны таппадым. Өйткені көрінбей тұр ол, да. А мынау көмейді жасауға қатыспайды, но бірақ та тоже көмейдің құрылысындағы, көмейдің қасында болғандықтан байламдардың арасында тұр дән тәрізді шеміршек. Зерно сияқты, да? Дән тәрізді шеміршек. Так, сонымен біз көмейдің қаңқасын жасап алдық па? Жасап алдық. Әрине, бұл шеміршектердің барлықтары бір-біріменен суставтар арқылы, буындар арқылы бірігіп тұр. Поэтому көмейді жаңа қимылдататын бұлшықеттер, ол көмейдің қуысын тарылтатын, кеңейтетін, қазір біз оған келеміз. И голосовой связканы керетін, как домбыраның шегі сияқты, босаңыстатын бұлшықеттер бар. Олардың бәрі біздің еркімізге байланысты қимылдайтын бұлшықеттер. Значит, қай бұлшықеттер ол? Көлденең жолақты ма, бірыңғай сала ма? Біздің еркімізге бағынып тұрған көлденең жолақты бұлшықеттер, да? Мысалы, сендер Димашты алсаңдар, дауысын неше түрлі құбылтады, да? Голосовой связканы керет, өзі ғой керіп тұрған. Өзіне бағынып тұр ғой ол, да? Дауысын ол жіңішкерте де алады, жуандатқыза да алады, да? Как домбыраның шегі сияқты голосовая связка. Так, енді көмей қуысын, әрине, біз мына жерде қарасаңдар, көмейді біз тіл асты сүйегіне іліп қойдық, как будто, да? Вот она. Значит, мынау қалқанша көмей мембранасы, жарғақ деп айтамыз, да? Мына жерге қарасаңдар,
қалқанша көмей байламдары тұр мыналарда. Сөйтіп біз көмейді тілас сүйегіне не істеп қойдық, іліп қойдық, как будто бекітіп қойдық да. Тілас сүйек ол қай сүйектерге жатушы еді? Ол бет сүйектерге жатпай ма? Бірақ бұл единственный сүйек деген біз несімен бұны ерекшелендіріп едік? Ол мойынның бірде-бір сүйекке бекімейді, ол бұлшықеттердің арасында тұрады дегенбіз, единственный сүйек. Қалған сүйектің барлығы бір-біріне бекиді. Буын арқылы, шеміршек арқылы, сүйек арқылы біріне-бір бекіп тұр. Так, теперь вот тағы бір айта кететін жағдай, егер көмей қуысының мына саңлауына бөгде зат тұрып қалған жағдайда, не ол әрі шықпайды, не былай кетпейді, біз шығара алмадық да. Бұны шығарудың тәсілдерін сендер неден көріп жүрген шығарсыңдар да. Біз не істеуіміз керек? Көгетті көтеруіміз керек да. Өйткені көгет тыныс алуға қатысатын бұлшық ет қой. Ол үшін не істейміз біз? Ішті жоғары қарай көтеріп қыссақ, көгет жоғары қарай көтеріледі дағы, өкпедегі ауалар шығып, сонымен бірге мынанда шығарып жіберуі мүмкін да. Енді шығара алмадық. Ол кезде не істейміз біз? Әрине, любой медик соны жасау керек. Сендер кейбір кинолардан көресіңдер солай көмектесіп адамды спасать етіп қалғанды да. Сонда не істеуіміз керек? Мына жердегі жарғақты, мына сақина, немесе жүзік қалқанша мембранасын тесіп жіберуіміз керек. Әрине, сендер байқасаңдар, мына жерде бұлшықеттер тұр да, тері тұр әрине жерде, бұлшықет тұр жерде да. Енді көмейдің жаңағы үстіңгі жағынан былай жүргізіп келсеңдер, мына қатты шеміршекпен қырмен келеді дағы, қолдарын как будто бір жерге бір былқ ете түскен сияқты да, бір шұңқырға кірген сияқты. Сол жерді белгілеп аламыз дағы, нам придется сол жерді тесуіміз керек. Қолымызда не бар? Ручкамыз бар ма? Жоқ әлде шашымызға тағатын бірдеме бар ма? Қайткен күнде де біз адамды спасать етуіміз керек. Әрине ол қорқынышты, әрине оны жасау қиын, но бірақ та біз адамды тірі алып қалуымыз мүмкін. Өйткені бұл мембрана, вот этот саңлауда, ол көмейдің мына қуысынан ол төмен тұр. Этот мембрана, мына жерде жүзік тәрізді не тұр ғой, шеміршек тұр, мына жерде қалқанша шеміршек тұр ғой. Сол екеуінің арасында мына жерде тесектеп тұрмыз біз. Значит, ауаны осы жерден біз есе аламыз деген сөз, кіргізе аламыз деген сөз. Әрине біз қолымызбен алып былай кіргізе салмаймыз, өйткені әр жағында өңеш тұр ғой. Өңеш тесіп кетуіміз мүмкін ғой. Сондықтан біз әрине енді қолымызбен жаңағы бұлшықетке, май клетчаткалары тұр, терімізге бәріне есептеп былайынан кіргізуіміз керек. Әрине, олай спасать етсек, это прекрасно. Это далада это произойдет, ондай жағдайда. Пока скорый келгенше адам өліп кетеді ғой уже. Уже 1 минуттың ішінде адамға ауа бармаса, уже зат алмасу процесі тоқтайды, уже өлу процесі кетуі мүмкін. Поэтому біз 3-4 минуттың ішінде, 1 минуттың ішінде біз сол амалды жасауымыз керек. Это далада может произойти. Это может үйде, может быть, да? Әрине, енді оны ескересіңдер, да? Так, енді мына жерден қарайтын болсақ, мына жерде көмейдің бұлшықеттерін қарап тұрсыңдар. Жаңа мен айттым, көмейдің бұлшықеттерін біз қандайға бөлдік? Көмейдің қуысын тарылтатын, көмейдің қуысын кеңейтетін, голосовая связканы керетін, голосовая связканы дауыс байламын керетін, босаңсытатын бұлшықеттер. Так, мына жерге қарайтын болсаңдар, сол бұлшықеттер оқулықтарында бар, қазір мына жеріне түсіріп аласыңдар, ол бұлшықеттерге тоқталасыңдар. Мына жерде мен ол бұлшықеттерді бірнеше топтарға бөліп көрсетіп қойдым. Көрдік па? Әр бұлшықет қандай қызмет атқаратын біліп тұрсыңдар мына орада. Қайсы тарылтады, қайсы кеңейтеді, қалай жалғасатындарын. Так, теперь көмейдің қуысын біз жаңа не істейміз деп едік? Кілегейменен қаптаймыз ғой всегда ішінде. Значит, ол жерде тұрған қандай кілегей, қандай эпителден жасалып тұр? Тоже кірпікшелі. Өйткені кірпікшелі эпителий ол бүкіл тыныс жолдарының бәрін қаптап тұр ішінен. Да, мақсатымыз мына жерге ацинустарға, альвеолдарға шаң тозаңды жеткізбеу. Егер шаң тозаң бұл жерге толатын болса, өкпенің тыныс алу көлемі азаяды. Ертең тыныс алу қиындайды деген сөз. Мысалы, Қарағандыда білесіңдер, шахтылы бар ғой, да? Сол шахтерлар бұрқылдаған көмірдің астында жүріп демалады, да? Содан профессиональный заболевание, олар содан өлуі де мүмкін. Мысалы, біз студент болып жүрген уақытта, моргке барған уақытта, ол адамның шахтер екенін сразу білеміз. Өйткені өкпесін ашып қарағанда, ацинустардың бәрінде көмір толып тұрады. Қанша жерден олар демалатын нелер кисе де,
специальный маска дейді, атын ұмытып қалып тұрмын. Соларды кисе де бәрібір өтіп кетеді ол. Өйткені қара көмірдің арасында жүреді олар. Так, теперь енді мына жерде біз көмейдің қуысын көріп тұрмыз. Жаңа мен көрсеттім ғой да. Мына жерде біз саңлау деп айттық қой, жаңа тұрып қалады дедік та. Енді көмейдің мынау бүйір жағына қарай мен мына жерде дауыс аппараты деп алып тұрмын. Мынау кіреберіс болды, көмейдің кіреберісі. Мынау дауыс асты қуысы әрі қарай кеңірек кетті да. Дауыс аппаратына не жатады мына жерде? Мына жерде кіреберіс қатпары тұр мінекей. И мына жерде дауыс қатпары тұр. Мен былай көрсетсем, міне кіреберіс қатпары тұр, и дауыс қатпары тұр. Екі жақ бүйірінде. Міне көріп тұрсыңдар да? Екеуінің арасында қуыс пайда болды да? Біз көмей қарыншасы деп айтамыз осыны. Кей кезде қақалып шашалып қалсақ, даже кішкене тамшы судың өзі өшіріп тұрып қалуы мүмкін. Сендер көпке дейін кішкене жөтеліңкіреп сөйтіп тұрасыңдар да, чтобы шығару үшін оны. Так, көмейдің қуысы сендерге түсінікті болды ма? Қандай бөлімдерге бөлгеніміз түсінікті болды ғой да? Так, мынау қақпақшаны көріп тұрсыңдар мына жерде да? Так, сонымен көмейдің латынша аты бізде қалай болып еді? Ларингс. А қабынуы ларингит. Дауысты бұл жер тек қана ауаны шығарып өткізіп қана қоймайды екен, тыныс алуға ғана қатысып қоймайды екен, сонымен дыбыс жасайды екен. Егер біздің тамағымыз ларингит болып ауыратын болсақ, да, жаңағы айтқан голосовой любой воспалительный процесте отек болатын біліп алыңдар, сіну болатын. Ол неге сіну болады? Оны біз екінші семестрде өтеміз сендерменен. Воспалениенің процестерінің бәрін өтеміз қалай болады. Сол кезде түсінесіңдер. Самое главное, пока қазір естеріңе сақтап алыңдар, любой воспалительный процесс болғанда отек болатын. Значит, отекать етсе мына жердің барлықтары, жаңағы голосовой связкаларымызда қалыңдап кетеді. Дауысымыз не болады? Шықпай қалады ғой да, өстіп қаламыз ғой. Да? Значит, нормальный болып тұрған уақытта біздің дыбысымыз жақсы шығып тұр. А мына жерде голосовой связканың бәрі отекает, ісінеді, и дауыс қалай болып шығады? Қарлығып шығады. Да. Поэтому дыбыс жасайтынды білдік па? Әрі қарай енді кеңірдек кетті. Кеңірдек бізде қалай деп атадық біз кеңірдекті? Трахея дедік, да? Кеңірдекті мына жерден көрсететін болсам, мынау жерде біздің көмейіміз мына тұр. Мынау жаңағы жүзік тәрізді, қалқанша шеміршекті көріп тұрсыңдар. Вот ана кеңірдек кетті. Так, кеңірдекті жасайтын, ана жерде маған кеңірдекті алып келіңдерші біреуің. Кеңірдекті жасайтын шеміршектер ол қандай? Толық шеміршектер ма? Былай толығымен сақина жасап тұрған шеміршектер ма? Мынандай? Жоқ, олардың арттары ашық. Көреміз ба? Неге арты ашық? Өйткені оның артында, кеңірдектің артында өңеш кетіп бара жатыр. Вот мына жерден қарайық қазір біз. Қарасаңдар, кеңірдектің артында сақина толық жасалмапты ғой да? Өйткені бұл жерден өңеш өтеді. Ну, представьте себе, мынаның бәрі толық шеміршек болатын болса, ол жерден өңеш өтеді ғой да? А өңештен ас өткен уақытта жаңа шеміршектерге қажалып не болар еді? Өңешіміз сезіліп қалмай ма? Поэтому вот Алла тағала қалай бәрін орналастырып тұр, көріп тұрсыңдар. Сонда кеңірдек жасайтын шеміршектер такой таға сияқты, аттың таға сияқты. Жартылай сақиналы шеміршектер екен. Так, значит, кеңірдек қай жерден келуші еді? Жаңа көмей қай жерде аяқталып еді бізде? Ну, үшінші, төртінші дедік. Балаларда ол жоғары, ересек адамдарда, қартайған адамдарда еше төмен болуы мүмкін. Поэтому кеңірдек бізде басталады 5-ші, 6-шы қабырға екен. Омыртқаның. Ол жерде қабырға жоқ қой? Омыртқадан басталады екен да. Сөйтіп қай жерге дейін келеді? 4-ші, 5-ші кеуде омыртқасының тұсына дейін келеді. Сол жерге келгенде, жаңа мен мына жерде көрсеттім да, кеңірдек не істеді? Бас бронхтарға бөлінді. Вот ана бас бронхтар. Мына жерде көріп тұрсыңдар, оң жақ бас бронх пен сол жақ бас бронхтың ерекшеліктерінде кең екен, тікелей жалғасына бұрыш жасап бөлініп тұр да. Осы кеңірдектің бас бронхтарға бөлінген жері не деп айтамыз? Бифуркация дейміз. Қаттырақ айтып тұрсаңдар, біліп тұрсыңдар ғой. Так, мына жерге қарайтын болсаңдар, қандай шеміршек жасайтынын көріп тұрсыңдар да? Гиалин шеміршектер жасайды екен. Гиалинді шеміршектер, помните, еще сүйектердің буын жасайтын бастарында жауып тұрады. Сендер сүйектерді мұжыған уақытта, сүйектердің буын жасайтын жақтары қандай болып тұрушы еді? Жылтыр шеміршек, гиалин шеміршек деп айтамыз. Так, кеңірдектің біз мойын бөлік, кеуде бөлік деп бөліп тұрмыз да. Әрине ол ішке бар. Ну, кеңірдектің жаңа шеміршектері бір-бірімен тоже байламдар арқылы істеп тұр, бірігіп тұр да. Так, кеңірдектің де ішкі жағын қандай не қаптап тұрады?
кірпікшелі эпителий. Оны біз ұмытпаймыз. Так, кеңірдек жаңа бронхтарды біз талдап кеткенбіз, да? Қазір біз сендерменен өкпені талдайық. Солай ғой? Біз тыныс алатын мүшеге жеттік па? Жеттік. Так, мына жерде бронхтарды оны көресіңдер, потом жаңа айтып кеткенбіз. Қазір өкпеге келейік. Өкпенің құрылыстық қызметтік бірлігі не болып еді? Ацинус болған, да? Өйткені ол өкпенің құрылысында жасап тұр, және өкпенің қызметін атқарып тұр, да? Давайте қазір өкпені біз мына жерден талдайық. Мұнда қарап отырсаңдар, біз өкпені не істедік? Оң жақ, сол жақ өкпені құрастырып қойдық, да? Оң жақ өкпе неше бөліктен дегенде жаңа? 3 бөліктен. Әрбір өкпенің арасын не бөліп тұр мына арада? Саңлау. Өкпені қаптайтын плевраның висцераль жапырағы как раз өкпенің өзін непосредственно қаптап, осы саңлаулардың арасына дейін кіріп, өкпені есеп тұрады, бөліктерге бөліп тұрады. Так, мынау бізде оң жақ өкпе екенін көріп тұрсыңдар, да? Жаңа горизонталь саңлау, қиғаш саңлау. А мына жақтан қарап тұрсыңдар, тек қана қиғаш саңлау, поэтому сол жақ өкпені нешеге бөліп қойдық? 2-ге бөліп қойдық. Неше сегмент бар екен, қай бөлікте қанша сегмент бар екен, жаңа айтып кеткенбіз, соны қайталаудың қажеті жоқ, да? Теперь өкпеміз біздің қайда тұр? Өкпеміз біздің қайда тұр? Көгеттің үстінде тұр ғой, да? Енді өкпенің неше беті бар деп ойлайсыңдар? 3 беті бар, да? То, что я держу, ұстап тұрмын, бұл қабырғалық беті. Өйткені осы жақта қабырға тұр ғой. А мынау қайда қарап тұр? Көгеттік беті, да? А мынау бір-біріне қарап тұрған қандай бет болады? Медиалды беті, да? Медиалды бетінде не тұр бізде? Өкпе қақпасы тұр, да? Так, значит, өкпе қақпасынан не кіреді? Өкпе қақпасынан не шығады? Соны біліп алайық. Так, өкпе қақпасынан, естественно, бронх кіреді, да? Так, қандай артерия кіреді? Мынаны жаңа біз қандай артерия деп айтып едік? Өкпе артериясы. Ол қандай қанды алып кіреді өкпеге? Веналық қанды. Кіші қан айналым шеңберінің тамыры ғой ол, да? Так, нерв кіреді. Сонымен кіретін тамырларды білдік па? Так, енді бар ғой, осы қақпада, мынау оң жақ өкпе мен сол жақ өкпенің қақпасының бір тамырлардың жаңағы кіруінің бір ерекшелігі бар. Оң жақ өкпеде бронхтар бірінші кіріп тұр, одан кейін артерия, да? А сол жақ өкпеде артериялар, потом одан төмен бронх кіріп тұр. Өйткені сұрақтарда, анау экзаменнің сұрақтарында, тесттарда сондай сұрақтар келуі мүмкін. Сондықтан оған да көңіл бөліп тұрайық. Енді шығатын тамырлар, бағана біз оттегін алдық, қандай тамыр деп едік? Өкпе веналары, да? Әр өкпеден неше өкпе вена шығады деп едік? 2 өкпеден. Мына жерге қарайтын болсаңдар, мына қызылмен көрсетіп қойдық вена болғанымен, потому что артериялық қанды алып шығады ғой. Значит, міне 2 өкпе вена шығады екен. Міндетті түрде мүшеден венадан басқа не шығушы еді тағы? Дұрыс айтасыңдар, лимфа тамыры шығады екен, да? Және өкпе артериясы ол веналық қанда келді. Ол тек қана газ алмасу үшін ғана келді, да? Енді өкпенің өзін қоректендіретін артерия келу керек қой. Ол артерия бізде қандай артерия? Бронх артериясы. Помните, біз қолқадан шығатын артерияларды айтқан уақытта қолқаның кеуделік бөлігінен бронх артериясы шығады деп айтып едік қой. Ол бронх артериясы не үшін келіп тұрып жерге? Өкпені қоректендіру үшін оттегін әкелді. Сендер ойламаңдар, мына жердегі оттегімен өкпе демалады деп. Өкпе демалмайды. Өкпе когда бронх артериясымен келгенде ғана өкпенің клеткасы оттегімен қанығады. Әрине, естественно, артерия келді. Зат алмасу процесінің ақыр затымен көмірқышқыл газын кім алып шығады? Бронх венасы. Яғни қақпадан кіреді екен бронх артериясы, өкпе артериясы да шығады екен бронх венасы и өкпе. Бронх венасы ол естественно веналық қанды алып шығады. А мына өкпе венасы ол артериялық қанды алып шығады. Так, сонымен өкпенің қақпасы бізге түсінікті болды ма, не кіріп не шығатыны? Так, теперь өкпені жасап тұрған не екенін білесіңдер, да? Ацинустар. Қарап аласыңдар. Ацинустардың саны қанша? Вот неге біз бұны ацинус дедік? Неге ұқсап тұр балалар, қараңдаршы? Виноград. Ацинус деген жүзім деген сөз. Так, ол ацинустарымыз альвеол көпіршіктерінен тұр. Теперь осы жерде бір ескеретін жағдай бар. Мынау альвеолдарымыз іште жатқан балада өкпе демалады ма? Жоқ. Демалмайды, да? Но іште жатқан баланың өзінде де мынау альвеолдарымыз ана үріп қойған шар сияқты не спадает осылай
қампиып тұр. Ол неге байланысты болады? Мына өкпенің альвеолдарының ішінде не бар? Ой, господи. Мына өкпенің альвеолдардың осындай даже іштегі жатқан демалмаған баланың өзінде де ол қабысып қалмайды. Понимаете? Оның қабыспайтынын мынаның ішінде мыналарды обволакивать етіп тұратын сурфактант деген зат бар. Сол сурфактант осы ацинустардың қабысып қалуынан, қабыспауын қамтамасыз етеді. Егер не дай бог адам туғаннан кейін жаңағы сурфактанттар азаятын болса, онда өкпенің тыныс алу көлемі азаяды. Өйткені бұлар қабысып қалады ғой. Оттегі жетпейді ғой мына жерге ауа. Поэтому бұны біз патология айтамыз тағы да. Бала туғаннан кейін әрине спокойно ауа кіреді, өйткені бұның бәрі не істеп тұр? Ашық, дайын тұр ауаның кіруіне. А іштегі жатқан балада оған оттегін кім әкелуші еді? Кіндік венасымен. Жатырдың, мамасының жатырының артериясы плацентке оттегін қоректік заттарды әкеледі. А плаценттен потом ол қан тазаланып, сүзіліп, неге плацентке кеп тұр? Неге сразу жатырдан балаға келе салмайды деп айтамыз да? Поэтому да, бәрі тазаланып қана, сүзіліп, өте тазаған деп айтамыз вообще плаценттің қанын. Вот этот қан өкпе венасы арқылы келеді екен. Көрдіңдер ма? Мына жерде де өкпе венасын әкеп тұр бізде жүрекке да, артериялық қанды. И балада да өкпе венасы әкеледі. Ол қалай болады? Өкпе венасы, егер сендерге ол қызықты болатын болса, мен кейін баланың қан айналу жүйесін сендерге түсіндіремін. Әрине, бала дем алғаннан кейін ғана барып біз не істеуіміз керек? Кіндікті кесуіміз керек. Егер кіндікті дем алмай тұрып кессек, онда оттегін тоқтатып тастадық қой біз. Оның өкпесі демалып үлгерген жоқ қой. Поэтому ацинустардың қабыспай тұруы неге байланысты екен? Сурфактанттарға байланысты екен. Так, теперь әрі қарай өкпенің қапшығына келетін болсақ, өкпенің қапшығын әрине өкпенің шекарасы мен сендерге схема түрінде беріп қойдым. Мына жерден қарап, линия сызықтар бойынша мына жерге қарасаңдар, мына сызықтар тұр. Бұл сызықтарды білесіңдер ғой сендер? Да. Мынау алдыңғы орталық сызық, мынау бізде төс сызығы, линия стерналис, мынау парастерналис, мынау линия медиа клавикулярис. Осы сызықтардың бар, мына жақта қолтық сызықтары болады. Мына жерден қарасаңдар, мінекей, осы сызықтар бойынша біз өкпенің шекарасын анықтай аламыз. Мен оны таблица түрінде беріп қойдым, қазір оған тоқтамай-ақ қояйын. Әрине, өкпенің шекарасын табу үшін біз перкуссия деген тәсілмен табамыз. Оны пропедевтика сабағына келген уақытта сендер жасайсыңдар перкуссияны. Так, мына жерден оны түсіріп аласыңдар. Так, енді өкпенің қапшығына келетін болсақ, өкпенің сыртын қаптайтын қапшықты жаңа қандай дедік? Плевра дедік, да? Значит, давайте мен мына жерге сендерге сызып көрсетейін өкпенің қапшығын. Оның қандай екі жапырағы болып еді өкпенің қапшығының? Париетальды, висцеральды. Вообще біздің организмімізде кеуде қуысы, іш қуысы, жамбас қуысындағы мүшелер бар ғой. Соларды қаптап тұратын сыртқы қапшықты біз сірі қапшық деп айтамыз да. Сондай бізде үш қапшық бар. Это өкпені қаптайтын плевра, жүректі қаптап тұратын перикард и ішкі мүшелерді қаптап тұратын брюшина деген қапшықтар бар. Қазір мен сендерге өкпені сызайындағы и сол бойынша сендерге жаңағы плевраны түсіндіріп кетейін. Өйткені оны тоже жақсы біз білуіміз керек. Так, мына жерде бізде оң жақ өкпеде көлденең саңылау болғанда горизонтальды, қиғаш саңылау болып еді ғой. Сол жақ өкпеде бізде тек қана қиғаш қана саңылау болғанда. Так, плевраның өзін біз жаңа екіге бөлдік қой, париетальды, висцеральды деп, да? Париетальдысы ол кеуде қуысының ішкі жағына старлайды. Да? А висцеральдысы мүшені, өкпенің өзін қаптайды. Давайте мен қазір париетальды қапшығын көрсетейін. Әр өкпені жеке қаптайды қапшықтар. Мынаның өзінің қапшығы бар бөлігі, да? Мен бір өкпеден көрсетейін сендерге. Мына жердегі ақ қойды. Бұл өкпенің қақпасы ғой, да? Так. Так, осы жерге келген уақытта жаңа париетальды қапшығымыз әрі қарай висцеральды қапшыққа ауысады. Арасында ешқандай үзіліс жоқ. Көріп тұрсыңдар ма? Значит, мынаның сыртын қаптап келеді дағы. Бұл висцеральды қапшық болды. Әрбір саңылаудың арасына кіріп қаптап жатыр. Өйткені олардың бәрі бөлек-бөлек қой. Ой. Так.
сөйтіп екеуінің арасында не пайда болды? Қуыс пайда болды да, плевра қуысы деп айтамыз. Ол плевра қуысында аздаған не болады? Сұйықтық болады. Значит, өкпеміз төске, жүрекке, қабырғаға қажалмай, әрбір минут сайын 14-16 рет тыныс алу қимылын не істеп тұрады? Жасап тұрады. Жаңа туған балада ол 60 рет. Олар жиі демалады да, тыныс алу несі. Так, енді плевраның қабынуын плеврит деп айтамыз да. Бұның арасына сұйықтың көп жиналып қалуы мүмкін да, онда гидроперикард деп айтамыз да, оны патологиядан өтеміз. Мына жақтан енді бөгде бір зат кіріп кетсе, пышақ кіріп кетсе, онда ауа кіріп кетуі мүмкін. Ондай жағдайда мынаның ішіндегі отрицательный қысым болғандықтан өкпені бірақ қысады ауа. Даже адам тыныс алмай қалуы мүмкін да. Сөйтіп бұл жерге қанның жиналып қалуы мүмкін. Гемоторакс деп айтамыз да. Қалыпты жағдайда аздаған ғана сұйық болады екен. Сөйтіп мына жерде бір қуыстар, қойнаулар пайда болып тұр. Қарайсыңдар ма? Синус деп айтамыз да. Егер плеврит болса, это воспалительный процесс қой. Іріңді процесс болуы мүмкін да. Оны біз сұйықты тазалап, жаңағы іріңді тазалап аламыз, но кей кездерде біз оны байқауымыз керек бәрімізде. Әсіресе хирургтар байқау керек. Жаңағы іріңді процестердің өш жерлерде жиналып қалуын ескеруіміз керек. Әсіресе көңілді қайда бөлеміз? Осы қойнауларға бөлеміз. Мына жерде қабырғалық, мына жерде көгет тұр ғой былайынан. Да? Сонда қойнаулардың қай жерде екенін естеріңе сақтап алыңдар. Енді хорошо уже звонок болды. Қалған тақырыпты біз келесі сабақта жалғастырамыз.